тақырыбы туындыны табу ережелері. Сабағымыздың оқу мақсаты тұрақты функцияның және дәрежелік функцияның туындыларын табу. Балалар, туындыны табу ережелерін түсіндірместен бұрын мынандай салдарды біліп алуымыз керек. Егер v функциясының x нүктесінде туындысы бар, ал с тұрақты сан болса, онда осы функцияның осы x нүктесінде туындысы бар және ол мынандай формуламен анықталады екен. Мұндағы с дегеніміз тұрақты сан, v дегеніміз функция. Мысал келтіретін болсақ, бізде формула бойынша тұрақты санға тиіспейміз, өзгеріссіз қалады, ал функциядан жеке туынды алады екенбіз. Енді мысал келтіретін болсақ, бұл жерде 2x-тің 5-ші дәрежесі болсын. Осы функциядан туынды тауып көрейік. 2 дегеніміз бізде тұрақты сан өз күйінше қалады, және де ары қарай x-тің 5-ші дәрежесі деген функциядан туынды алатын болса, дәрежесі функцияның алдына түседі, айнымалының алдына. Содан кейін барып дәрежеден бір санды азайтамыз. Сонда қалай болады? 5 алдынан түскенде 5x, дәрежесінен бірді азайтсақ, 4-ші дәреже болады екен. Ары қарай көбейтуді орындаймыз, сонда 2-ге 5-ті көбейтсек 10x-тің 4-ші дәрежесі шығады екен. Ары қарай балалар, туындыны табудың бірінші ережесі. Қараймыз, егер x нүктесінде u және v функцияларының туындылары бар болса, онда осы нүктеде олардың қосындыларының да туындысы бар болады екен, және де ол мына формуламен анықталады екен. Формуламды жазайық. Екі функцияның қосындысының туындысын тапқан кезде әр функциядан жеке-жеке туынды алады екенбіз. Енді бағанағы салдар бойынша мен қазір мысал жазамын. (7x квадрат плюс 5x-тің 5-ші дәрежесі деген функциядан туынды алатын болсақ, қосындысынан жеке-жеке естеміз, жеке-жеке бірінші туындыларын жазып аламыз. Бағанағы салдарда түсіндіргендей, бізде 7 тұрақты сан және 5 тұрақты сан. Бірінші салдардағы формуланы еске түсіреміз де, сол формуланы осы жерде іске асырады екенбіз. Қараңдар балалар, дәреже көрсеткіші алдына түседі, x айнымалының 7 сол күйінде қалады. Дәреже көрсеткіші алдына түседі де, x-тің дәрежесінен бір сан азайтылады. Сонда бұл қанша қалады екен? Алдына 2 түседі, x-тің өзі қалады, бірінші дәреже жазылмайды. Ары қарай кеттік, екіншісі 5 дегеніміз тұрақты сан өзі жазылады. x-тің 5-ші дәрежесінен туынды алатын болсақ, 5x айнымалысының алдына түседі дәреже. Дәрежеден содан кейін бір санды азайтамыз. Яғни 4-ші дәреже болады. Ары қарай 7-ге 2x-ті көбейтеміз, 14x қосу 5-ге 5-ті көбейтеміз, қанша болады? 25x-тің 4-ші дәрежесі. Түсінікті ма балалар? Олай болса балалар, әрі қарай екінші ереже. Егер x нүктесінде u және v функцияларының туындылары бар болса, онда осы нүктеде олардың айырымдарының да туындылары болады, және ол осы формуламен анықталады екен. Тура қосындының формуласында, әр функциядан жеке-жеке туынды алады екенбіз. 10x-тің 2-ші дәрежесі минус x-тің 7-ші дәрежесі болсын. Бағанағы айтып өткен салдардағы формуланы пайдаланамыз. Естеміз 10 сол күйінше қалады да, x квадраттан жеке туынды аламыз. Және де x-тің 7-ші дәрежесі бірден туындысын есептей береміз. Болмаса жазып алайық, x-тің 7-ші дәрежесінің туындысы. Қараңдар балалар, 10 өз күйінше қалады. 2 айнымалының алдына түседі, x-тің алдына. Сонда бізде көбейтілген 2x болады.
болады екен. Дәрежесі 1-ге тең болады. Бір сан азайтылған себепті. Енді ары қарай екінші x-тің 7-ші дәрежесі функциясынан туындалатын болса, 7 алдына түседі, x-тің дәрежесі бір санға келеді. Енді мына жерде көбейту амалын орындаймыз. 10-ға 2-ні көбейтсек 20x азайтылған 7x-тің 6-шы дәрежесі болады екен. Түсінікті ма? Енді үшінші ережеге тоқталайық. Егер x нүктесінде u және v функцияларының туындылары бар болса, онда осы нүктеде олардың көбейтінділерінің де туындысы болады, бар болады. Және ол мына формуламен анықталады екен. Яғни u және v функцияларының көбейтіндісін біз туындысын тапқан кезде бірінші функцияның туындысын аламыз, және екінші функцияның өзін алады екенбіз. Қосу, енді керісінше бірінші функцияның өзін аламыз да екінші функцияның туындысын алады екенбіз. Екі функцияның көбейтіндісінің туындысын табуға мысал келтіретін болсақ, қараңдар балалар, 3x квадрат көбейту 2y-тің кубы. Осы екі функцияның көбейтіндісінің туындысын табатын болсақ, формула бойынша бірінші функцияның туындысын аламыз, көбейту екінші функцияның өзін аламыз. Қосылған, енді керісінше бірінші функцияның өзін аламыз, сол күйінше көбейтілген екінші функцияның туындысын есептейміз. Ал ары қарай туындыны есептейтін болсақ, дәреже алдына түседі, сонда 6x көбейтілген 2y-тің 3-ші дәрежесі. Қосу, 3x-тің квадраты көбейтілген 6y-тің 2-ші дәрежесі. Ары қарай көбейтуді орындаймыз. 6-ға 2-ні көбейтсек 12x y-тің 3-ші дәрежесі плюс 18x-тің квадраты және y-тің квадраты болады. Балалар, төртінші ережеге тоқталамыз. Егер x нүктесінде u және v функцияларының туындылары бар және v тең емес нөлде болса, онда осы нүктеде олардың бөліндісінің де туындысы бар болады. Және де ол мына формуламен анықталады екен. Формуланы жазамыз. Яғни бөлшек v-дан u бөлшегі. Екі функцияның бөлінісі. Осы функциядан біз туынды табатын боламыз. Ол үшін бөлшек сызығын сызамыз. Бөліміндегі функцияның квадратын аламыз. Ал енді алымына бірінші функцияның, алымындағы функцияның туындысы және бөлімінің өзін көбейтеміз. Азайту, керісінше алымындағы функцияның өзін аламыз да, бөліміндегі функцияның туындысын аламыз. Ал балалар, төртінші ережедегі формулаға сүйеніп бір мысал келтірейік. Бөлімі x-1-ге тең, алымы x-тің 4-ші дәрежесі -1. Осы функциядан, осы бөлімдінің функциясынан біз туынды алып көрейік. Формулаға қараймыз. Бөліміндегі функцияның несін аламыз? Квадратын аламыз. Алымындағы функцияны қараймыз. Алымы бойынша, формула бойынша, алымындағы функцияның бірінші туындысын аламыз. Көбейтілген бөлімдегі функцияның өзі жазылады. Ары қарай алымындағы функцияның өзі жазылады. x-тің 4-ші дәрежесі азайтылмаймыз. Көбейтіледі екен бөлімдегі функцияның туындысына. Ал енді қарайтын болсақ, ары қарай бөлшек сызығын сызып аламыз. Бөлімін жазып қоямыз. Сол күйінде x-1-дің квадраты. Енді қараймыз, x-тің 4-ші дәрежесі -1. Ол бізде екі функцияның несіне келеді? Айырымының туындысын есептеуге келеді екен. Олай болса, жеке-жеке туынды алған кезде 4x-тің кубы болады екен. -1 санының туындысы 0-ге тең болып келеді. Көбейтілген x-1. Ары қарай кетіп, екінші функция, x-тің 4-ші дәрежесі -1 функциясының өзін жазып аламыз. Мына екінші x-1 деген функциядан, яғни екі функцияның айырымынан туындалатын болса, бізде бұл 1-ге тең болады екен. Сондықтан ол жазылмайды. Ары қарай
көбейтеміз жақшаның ішіндегі 2-12-ге. Яғни бұл жерде біз еске түсіреміз нені? Көбейтудің азайтуға қатысты үлестірмелі қасиетін еске түсіреміз. 4х-тің 4-ші дәрежесі азайтылған 4х-тің кубы. Ары қарай минус